сәлеметсіздер ме балалар? Мен Алтынбаева Айгерім Жұматай қызы. Ортаңғы тобынан сөйлеуді дамыту оқу қызметінде сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы тұрмыстық техника және оның қажеттілігі. Балалар, оқу қызметін бастамас бұрын мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Кино менен концертті үйде қойып беремін. Жаңалығын бар едің, өз көзіммен көремін. Бұл не, балалар? Иә, дұрыс. Жауабы теледидар. Енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Тоққа тисе мұрны ұзын, табанымен жазық, киімдердің қыртысын береді тез жазып. Бұл не екен, балалар? Иә, дұрыс. Жауабы үтік. Теледидар, үтік күнделікті тұрмыста жиі қолданылады. Балалар, қандай техникалық құралдар күнделікті тұрмыста жиі қолданылады? Теледидар, кір жуғыш машинасы, тоңазытқыш, үтік, шаңсорғыш, шәйнекті біз тұрмыста жиі қолданамыз. Бұл құралдар қандай қызмет атқарады? Есімізге түсіріп көрейік. Тоңазытқыш тағамдарымызды бұзылып кетуден сақтайды. Кір жуғыш машинасы лас, кір болған киімдерімізді жуып беру үшін қажет. Үтік киімнің қыртысын жазып береді. Теледидар кино, мультфильм, жаңалықтар көру үшін қажет. Шаңсорғыш үйді шаңнан тазарту үшін қолданамыз. Шәйнек, шәйнекке су құйып, қайнатып, шай ішеміз. Демек, балалар, бұл заттарды біз күнделікті тұрмыста жиі қолданады. Демек, балалар, бұл заттарды біз күнделікті тұрмыста жиі қолданады екенбіз. Сондықтан бұл құралдар тұрмыстық техникалық құралдар деп аталынады. Балалар, тұрмыстық техникалық құралдар токпен жұмыс жасайды, ал ток адам өміріне өте қауіпті. Сондықтан, балалар, тұрмыстық техникалық құралдарды қолданғанда қауіпсіздік ережесін мұқият есте сақтайық. Сулы қолмен тоқты ажыратуға болмайды. Қосулы тұрған үтікті сымынан суыруға болмайды. Тоқ көзіне үшкір заттарды салуға болмайды. Үлкендердің көмегінсіз тұрмыстық техникаларды қолдануға болмайды. Есімізде сақтайық. Ал балалар, мына тапсырмада тұрмыстық техникалық құралдарды тауып белгілейік. Иә, дұрыс. Шаңсорғыш, үтік, шәйнек тұрмыстық техникалық құралдар. Балалар, сіздерге тапсырма. Өздеріңізге ұнаған тұрмыстық техникалық құралдарды өз қалауларыңыз бойынша бояңыздар. Ал мен үтікті бірнеше тәсілмен бояп көрсетейін.
бұл суретті түрлі түсті қарандаштармен боядым. Ал мына суретті акварель бояуын қолданып, қылқаламмен боядым. Ал мына суретті балалар гуаш бояуын пайдаланып, губкамен боядым. Балалар, бір суретті бірнеше тәсілмен бояуға болады. Осымен оқу қызметі аяқталды. Сау болыңыздар.